Дүкенге барып моцарелла сырдың бағасын қарасам, шок болдым. Қой құрсын, өзім үйде жасайын дедім. 3 литр үйдің сүтін алып, 50 градустай жылытып аласыздар. Бір ас қасық лимон қышқылын алып, жайлап, араластырып қоса бастайсыздар. Лимон қышқылын бірден барлығын қосып жіберуге болмайды. Осылайша бізде осындай сырдың массасы шығады. 20 минут жай қозғайсыздар. Енді бетін жауып 15 минутқа қоясыздар. 15 минуттан соң сырды алып сүзіп аласыздар. Ал қалған сыворотканы алып 80-90 градус жылытасыздар. Сырдағы артық сывороткаларды шығарып аласыздар. Жылыған сыворотканы табаға құйып, тұз саласыздар. Сырымызды ішіне саламыз да, осылай жайып илей бастайсыздар. Сонда сіздерде осындай жұмсақ моцарелла сыр дайын болады. Енді мұздатылған суға саламыз. Моцарелла сыр дайын болған соң салатқа